Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тіл сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы су, тіршілік көзі. Сөйлемдегі сөздердің байланысы 58-ші сабақ. Бүгінгі сабақта балалар мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қоюды, жұмбақтар құрастыруды, сөйлемдегі бір-бірімен байланысып тұрған сөздерді табуды және сызбалар бойынша сөйлемдер құрастыруды үйренеміз. 33-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Су тіршілік көзі. Тіршілік құбылыстарының бәрі судың қатысуымен жүреді. Су табиғатта ең көп тараған зат. Оның адамға пайдасы мол. Әсіресе минералдық сулар адам ағзасына пайдалы. Сондықтан ондай суларды шипалы сулар деп атайды. Суды таза сақтау керек. Су ағатын арықтарды, өзен мен көлдердің жағалауын ластамау керек. Балалар, мәтін не туралы? Дұрыс айтасыңдар, мәтін су туралы. Судың адамға тағы қандай пайдасы бар? Өте мол пайдасы бар. Балалар, енді осы мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қоялық. Қандай сулар адам ағзасына пайдалы? Дұрыс айтасыңдар, минералды сулар адам ағзасына пайдалы. Қандай суларды шипалы сулар деп атайды? Яғни минералды суларды шипалы сулар дейді екен. Балалар, суды қалай сақтау керек? Суды ластамау керек. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмаға назар аударыңыз. 34-ші жаттығу. Мәтін мазмұнына сай келетін мақал-мәтелдер, жұмбақтар тауып айт. Осы тақырып мазмұнын ашатын шағын эссе жазып көр. От орнында күл қалады, су орнында гүл қалады. Су бар жерде ырыс бар, ұстап балық жейсің, ақ бидай егіп нанын жейсің. Аға ішкен бұлақтан іні де су ішеді. Тапсырма түсінікті болса, келесі жаттығуға назар аударамыз. 35-ші жаттығу. Жұмбақты көркемдеп жазып шешуін тап. Дәмі жоқ, түсі де жоқ, пайдаланбас кісі жоқ. Бұл не екен? Дұрыс таптыңдар балалар. Оның жауабы су болды. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. 36-шы жаттығу. Өзен, көл туралы жұмбақ құрастырып көр. Ол үшін төмендегі жұмбақ құрастыру кестесін басшылыққа ал. Ең алдымен сұрақтар берілген, сұрақтарға тиісті сөздер берілген. Қарайық. Әдемі сылдырап ағады жылға емес, мөлдір балықтар жүзеді. Аквариум емес. Бұл не? Балалар, жұмбақтың жауабын сендерден күтетін боламын. Келесі тапсырмаға назар аударыңыз. 37-ші жаттығу. Сызбалар бойынша сөйлемдер құрап жаз. Балалар, бізге 3 нұсқада берілген сызба. Сол сызбаны пайдаланып сөйлем құрастырамыз. Ең бірінші сызба 2 сөзден тұратын сөйлем. Яғни бұған әсел келді деген сөйлемді аламыз. Әсел не істеді? Әсел келді. Кім келді? Әсел келді. Мінеки балалар, сөздер бір-бірімен байланысты. Екінші сызбаға қараймыз. Екінші сызбада 3 сөзден тұратын сөйлем ойластыру керек. Қарайық. Жаңбыр қатты жауды. Жаңбыр не істеді? Жаңбыр жауды. Бұл сөздер бір-бірімен байланысыптыр. Жаңбыр қалай жауды? Жаңбыр қатты жауды. Жарайсыңдар балалар.
Ал осы нұсқада тағы да бір сөйлем ойластырып қарайық. Сатушы көйлектерді сатты. Сатушы не істеді? Сатушы сатты. Нелерді сатты? Көйлектерді сатты. Кім сатты? Сатушы сатты. Балалар, мінекей сызба бойынша біз сендермен сөйлем құрастырып көрдік. Ал үшінші нұсқасы сендерге қалдырып отырмын. Өздерің ойластырып, дәптерге жазатын болыңдар. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.